Баршаңызға қайырлы күн. Менің каналыма қош келіпсіздер. Сіздермен Жансұлу. Бүгін сіздермен өте дәмді, тестасы үгіліп тұратын, жасалу жолы өте оңай мясной пирогтың рецептімен бөлісетін боламын. Видеоны соңына дейін қарауларыңызды сұраймын. Міндетті түрде менің арнама тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар. Әлі каналыма кіріп қарасаңыздар, бұдан да басқа пиццаның, сырный лепешканың рецепттері бар. Кіріп қарап жасап көрсеңіздер болады. Ең алдымен таза тұрған ыдысымызға електен өткізілген ұнды қосамыз және тұз, қопсытқыш қосып, үй температурасындағы сары майды қосып, жақсылап қолымызбен үгітіп аламыз. Міне дәл осылай етіп дайындап алдық. Енді үстінен бір дана жұмыртқамызды салып, жақсылап қамыр илеп аламыз. Қамырымызды жақсылап илеп аламыз. Қатты болмау керек, жұмсақ етіп илеп аламыз. Міне дәл осылай қамырымыз дайын болды. Кішкене салмасын дайындағанға дейін қамырымызды бетін жауып тұрғызып қоямыз. Міне біздің салмасына сиыр етінен өткізілген фарш және осындай картопты теркадан өткізіп алдым. Үстіне қара бұрыш және тұзды салып, сұйық майды алдын ала құйдым. Видеоға түскен жері түспей қалыпты. Менде жақсылап осы салмамызды жақсылап араластырып аламыз. Салмамыз міне дәл осылай араластырып алдық. Енді біз тынып тұрған қамырымызды екі бөлікке бөлеміз. Бірін үлкен етіп, бірін кішігірім етіп бөлеміз. Үлкен бөлігін ең бірінші жайып аламыз. Міне дәл осылай үлкен бөлігін дәл осылай етіп қалыңдықта жайып алдым. Екінші бөлігін, кішкентай бөлігін кіші етіп жайып аламыз. Ана үлкенгісінен орташа кішкентай болып тұрады. Міне дәл осылай болып шығады. Енді төменгі бөлігіне дәл осылай салмамызды саламыз және де салмамызды салғанда дұрыстап шығамыз. Енді салмамызды салып болғаннан кейін үстіңгі бөлігіндегі қамырымызды үстіне орналастырып шығамыз. Дәл осы видеодағындай шеттерін бәрін жақсылап тигізіп бүгіп аламыз. Ең алдымен шеттерін қолымызбен жабыстырып шықтым. Өйткені піскен уақытта біздің түйген неміз шеті іседі, ісіп көтерілетін кезде шеті ашылып кетпес үшін ең алдымен шеттерін жақсылап жабыстырып шықтым. Шеттерін жабыстырып болғаннан кейін енді дәл осындай формада бүгіп шығамыз. Сіздер қалаған шетін жабыстырып шығуларыңызға болады, бүгіп шығуларыңызға. Мен дәл осылай бүгіп шықтым. Әдемілік үшін және дастарханға қойғанда әдемі болып тұру үшін. Міне дәл осылай қолымызбен бүгіп аламыз. Міне дәл осылай бүгіп дайындап алдық. Енді үстінен жұмыртқаның тек қана сарысын жағамыз. Сарысын жағып әдемі қып-қызыл болып әдемі пісу үшін тек қана жұмыртқаның сарысын бүткіл жеріне тигізіп жағып шығамыз. Міне жұмыртқамызды жағып шықтық. Енді осы шанышқының көмегімен бетіне дәл осындай узор салып шығатын боламын. Әдемілік үшін дәл осылай етіп узор салып шықтым. Енді кішкене іштер жақсы пісіп шығу үшін шанышқының көмегімен пирогымыздың барлық шеттерін дәл осы видеодағындай тесіп шығамыз. Енді шеті дәмдірек болу үшін біз өте қатты кунжутты жақсы көреді. Біз балалар да өзімізде осы себепті кунжутты шеттеріне ғана сеуіп, әдемілік үшін сеуіп алдым. Сіздер сепсеңіздер де болады, немесе пайдаланбасаңыздар да болады. Міне алдын ала қызып тұрған 180 градустағы пешімізге 35-40 минуттай пісіріп аламыз. Міне біздің етті пирогымыз дайын болды. Міне көргендеріңіздей қазір ып-ыстық болып тұр. Өте дәмді әрі песочный болып шығады, достар. Іші де толықтай пісіп шығады. Рецепт тексерілген. Қазіргі таңда осы рецептпен өзім қолданып келемін. Өзім қолданған рецептпен сіздермен бөлістім, достар. Видеомды соңына дейін тамашалағандарыңыз үшін рахмет. Видеом сіздерге ұнаған болса, міндетті түрде лайк басып, комментарий қалдыруларыңызды сұраймын. Әрбір жазған комментарияларыңыз мен үшін өте маңызды, достар. Келесі мен YouTube арнамда бұдан да басқа көптеген рецепттермен бөлісетін боламын. Сол себепті менің арнама міндетті түрде тіркеліп алыңыздар, мені жоғалтып алмас үшін. Менің каналыма кіріп қарасаңыздар, бұдан да басқа көптеген торттардың, декорлардың, оп-оңай пирогтардың рецепттері бар. Қарап жасай берсеңіздер болады. Келесі кездескенше сау болыңыздар. Сіздермен болған Жансұлу.